Назарбаев зияткерлік мектебінің 11 сынып оқушылары мен Тарбағатай, Толағай, Аршалы шаңырақтары бірігіп, гүл шоқтарын қою рәсіміне қатысты. Сонымен қатар, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің үйіне барып, әңгіме дүкен құрып, соңында өзіміздің атымыздан кішігірім сыйлығымызды ұсындық. Ең өкініштісі, Ұлы Отан соғысына қатысқандардың саны жылдан жылға азайып келеді. Отан үшін жанын пида еткен ардагерлерімізді құрметтей білуіміз керек. Олардың отан үшін жасаған жақсылықтары мен бізге осындай бейбіт өмірді сыйлағаны үлкен сыйлық деп білеміз. Және де осы ардагерлерімізді құрметтей білейік. Соғыс кезінде өз өмірлерін аямай фашистерге қарсы соғысқан ардагерлердің ерлігі өскелең ұрпаққа үлгі болады деген сенімдемін.